Кайырлы күн. Хош келдиңиз. Казак тілін үйрөтүүгө дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Біз сіздермен бүгін адамға қалай мінездеме беру керектігін үйренетін боламыз. Жақсы адам қандай болу керек? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін видеороликке назар аударайық. Олай болса, достар, сіздер тамашалаған видеороликтегі кездескен сөздер бұл адамның жеке қасиеттерін бейнелейтін сөздер. Бұл сөздердің барлығы қандай деген сұраққа жауап береді. Қандай сұрағы бұл сын есімнің сұрағы, яғни имя прилагательное. Қандай, какой, какое, какая. Яғни, сын есім қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Ендеше достар, адамның мінезін тағы қандай сөздермен сипаттауға болады? Мына сөздерді бірге қайталайық. Адал, честный, еңбекқор, трудолюбивый, жалқау, ленивый, қайырымды, добрый, ақылды, умный, көңілді, веселый, ашуланшақ, раздражительный, ақымақ, глупый, шыдамды, терпеливый, қу, хитрый, қызғаншақ, ревнивый, білімді, образованный, өтірікші, лживый, бақытты, счастливый, сүйкімді, обаятельный, сенгіш, доверчивый, көпшіл, общительный, мақтаншақ, хвастливый, сөзшең, разговорчивый. Достар, осы сөздерді пайдалана отырып, сіздер енді сөйлем құрастырып көріңіздер. Олай болса, достар, біздің бүгінгі адамның мінез құлқын сипаттауға арналған бейне сабағымыз өз мәресіне жетті. Берілген сөздерді пайдаланып қандай сөйлемдер құрастырдыңыздар? Астыға пікірге қалдыра отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.